Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен анемияның емдеу жолдары туралы сөйлесетін боламыз. Маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Анемияның бір себебі адам ағзасындағы темірдің жетіспеушілігінен болады. Ағзаға гемоглобин өндіруге қажетті жеңіл сіңімді темір және ақуызы бар тағамдармен байытылған тамақ жеу керек. Оған қоса құрамында темірі бар арнайы препараттарды ішуге болады. Одан бөлек халықтық емдеу әдістері арқылы ағзаны қажетті темірмен қамтамасыз ете аласыз. Ең бірінші жол: бір дана ірі редьканы үккіштен өткізесіз. Оған ешқандай тұз, дәмдеуіштер араластырмай бір шай қасықтап жейсіз. Емді күніне 6 ретке дейін қабылдауға болады. Емделу мерзімі 1 ай. Екінші әдіс: бір ас қасық кептірілген бүлдірген жапырағын 1 стакан қайнаған суға салып, қақпағын мықтап жауып қоясыз. Шамамен 20 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, шайға араластырып ішесіз. Татымы ұнамаса да 1 шай қасық бал мен сүт қосуға болады. Емді күніне 2 рет қабылдау керек. Үшінші әдіс: бірдей көлемде какао, сары май, ерітілген құйрық май және табиғи таза балды алып, эмаль ыдысқа салыңыз. Ыдысты баяу отқа қойып, үздіксіз қозғап тұрасыз. Ішіндегілердің бәрін еріген кезде оттан алу керек. Бөлме температурасында салқындаған дәрілік қоспаны шыны ыдысқа құйып, қақпағын мықтап жабыңыз. Дайын болған емдікті күніне 3 рет тамақпен бірге қабылдайсыз. Ескеріңіз, қоспаны салқын әрі күн тимейтін жерге қою керек.